Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгінгі кітапханамызда ұйымдастырылған мемлекеттік тіл менің тілім атты ашық есік күніне қош келдіңіздер. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ халқының ана тілі шексіз бай, шырайлы. Тегеуріні мықты, көркем дана, сұлу, рухани бай. Қазақ Абай әрлеген, жамбыл жырлаған мәңгілік елдің мәңгілік тілі. Қазақ тілі әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің бірі. Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Ана тілінің қадір қасиетін біле білген халқымыз оның ұлттық рухына, қазына байлығына балайды. Себебі не? Себебі тіл халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін келбеті, ұлттық болмысы, адамды мұратқа жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Біздің осындай халықтың қасиетті мұратымыз ана тіліміз қазақ тілі. Тіл қай ұлтта, қай елде болмаса да қастерлі, құдіретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге еніп қалыптасады. Тіл байлығы әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отырған баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай қорғап, оның орынсыз шұбарлануының қарсы тұруы тиіс. Себебі ана сүтімен дарыған тіл ең басты байлығымыз. Бауыржан Момышұлының анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата бабамыздың тарихымызды ұмыту деген болатын. Сондықтан тілімізді ұмытпай, әлемдегі ең мықты бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде ұстану керек деп білемін. Мағжан Жұмабаев, ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес. Бір ұлттың тілін сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады деген. Тіл байлығы әрбір ұлттың мақтанышы. Әр азамат өзінің ана тілін көзінің қарашығындай қарап, орынсыз шұбарлауына қарсы тұруымыз керек. Тіл өткеннің ұрпаққа қалдырған аманаты, бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі күннің кепілі. Сондықтан да өз ана тіліміздің қадірін біліп, өз тілімізде дұрыс сөйлесе білу әр қазақ баласының әбден бір міндеті болып табылады. Біз болашақ жастар тіліміздің абыройын асқақтатамыз, биікке көтереміз деп нық сеніммен айтып келеміз. Тіл халықпен бірге өмір сүріп дамиды. Әр ұлттың тілі оның бақыты мен тірегі. Мемлекеттік тіл, мемлекеттік бүкіл аумағында қоғамның қатынастардың барлық салаларында қолданылатын тіл болғандықтан жүргізілетін барлық іс-қағаздар мен құжаттары мемлекеттік тілде болуы керек. Назарларыңызға рахмет.